Сәлем, менің құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп әңгімені соңына дейін тыңдап, астына өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Дүниеде сан түрлі оқиғалар болады. Құлағың естісе де сене алмайсың, бірақ сан түрлі адамдарды көресің ғой. Шіркін, өмірдің өзі барлығын көз алдыңда көрсетеді екен. Қара шаңырақта тұрған жас отбасының қиындығы көпшілік арасында жиі айтылады. Тұрмыстық мәселелерден бөлек қарым-қатынас айналасында болатын проблемалар да жетерлік. Сондай мәселенің бірін алматылық келіншек Айнаш ата-енелерге құлақ қағыс жасағысы келеді. Үйіміз тым тар да емес, даңғарадай 2-3 қабатты да емес, көп қатарлы. Әрбіріміздің өз бөлмеміз бар, бірақ бірге тұрған соң кішкене жан-жаққа қарап, етек-жеңді жинап та жүру керек шығар деймін ғой. Үлкен балам айтып келгенде үндемей тұра алмадым. Сол үшін енем қазір маған қыр көрсетіп жүр дейді Айнаш ата. Мен енемнің үйдегі оғаш қылықтарынан ұялып жүрмін. Мен үлкен әрі жалғыз келінмін. Ата-енем Алматыға ертеректе қоныс аударған, жастары әлі 60-қа толмаған. Күйеуімнен кейінгі 2 қарындасы тұрмыста. Бірі 5, екіншісі 3 жастағы 2 ұлымыз бар. Жап-жақсы отбасымыз, ешқандай мәселеміз жоқ, тек мына бір жағдайдан басқа. Адам айтуға да ұялады екен. Бірақ 7 жыл бойы көріп келе жатқан соң шыдамым таусылды. Атам мен енем қашан ақылға келеді? Қашан етек-жеңдерін жинап, үйді келіннің, жас баланың бар екенін түсінеді? Жас болған соң шығар, әйтеуір махаббаттары лапылдап тұр. Кейде түндегі дауыстарын естіп ұялып кетеміз. Ондайда күйеуім естімеген бола салады, бірақ қызарып, түрі бұзылып кеткенде бәрін сеземін. Алғаш келін боп түскенімде бір күні өзім айтып күйеуімді оятып алып, ұялып қалғамын. Қайдан білейін ондай әдеттері бар екенін. Түн ортасында сыртқа шыққанмын. Ата-енемнің бөлмесінен ыңырсыған бір түрлі дыбыс шықты. Ауырып жатыр екен деп шошып кеттім де есігін қақтым. Енемнің даусы еді. Оңаша бөлмелері болған соң бірден кіріп бармаймын ғой. Апа, бірдеңе боп қалды ма десем үндемейді. Жүгіріп келіп күйеуімді ояттым. Ол маған қарап тұрды да, ол ауырып жатқан жоқ деп басын жастыққа көміп жатып қалды. Сөйтсем басқа екен ғой. Бетімнен отым шыққаны ай. Одан кейін қанша рет естідік ондай дауыстарды. Таңертең шай құйғанда мен ұялып беттеріне қарай алмай отыратын едім. Қазір оған да етім үйренді. Ол ма, екеуі кейде бір-біріне қырындап, тиісіп түртіп кете салатынын көргенде жерге кіре жаздаймын ұялғанымнан. Осы үйде екеуі ғана оңаша жүрген, балайын өткізіп жатқан жастар сияқты ұстайды өздерін. Теледидар көріп отырып сүйсе салады, атам кеп енемнің арқасынан құшақтай салады ма, әйтеуір бітпейтін махаббат. Менің ойымша, бәлкім қате шығар, ата-ене деген келін түсірген соң, баласы ержеткеннен кейін сәл аяқ тартып ақылға келмеуші ме еді? Әлде мен тым ескілік көзқарастағы адаммын ба? Жақында үлкен ұлым да көргенін айтып келгенде тіпті жиіркеніп кеттім бе? Сондай бірдеңе сезімді бастан кештім. Балам атасы мен апасын жақсы көреді, солардың қасына жатамын деп жылайды. Оларда аса қаламайтынын білемін, бірақ сонда да немересі қиғылық салып орталарына жатып алады. Кейде ұйықтап қалған соң әкеп тастайтын. Үйімізде балалар бөлмесі жоқ болған соң қасымызға алып жатамыз, амал жоқ. Ұлымды таңертең балабақшаға апарып жатқанымда, мама, түнде атам әжемнің үстіне жатып алды. Олар солай ойнайды күнде дегенде бетімнің оты ду етті. Ондай жағдайға жыныстық қатынас туралы түсіндіре алмайды екенмін әлі, не жауап берерімді білмедім. Содан кейін балам жыласа да өзіміздің қасымызға алып жататын болдым. Әрі күйеуіме де үлкен қонақ бөлменің бір жағын бөліп кішігірім болса да балалар бөлмесін жасауға көндірдім. Атам мен енемнің үйде ашық-шашық киіммен жүре беретінін айтпай-ақ қояйын. Бірақ түндегі әрекеттерінің дыбысын шығармай, келін баланың алдында өздерін әдепті ұстап жүрсе ғой деп қана тілеймін қазір. Әйтпесе, қай уақытта ыңғайсыз жағдайға тап болар екенмін деп қуыстанып жүруден шаршадым. Мың жерден махаббаттары ашылып тұрса да, бұлар тым артық қой дейді Айнаш ашуланып.